Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге восточный пирог, яғни шығыс пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерін сақтап алыңыздар. Ең алдымен ұнымызға сары майымызды салып, жақсылап араластырып, крошка жасап алатын боламыз. Келесі кезек разрыхителімізді салып, ұнымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Қаймақтың үстіне жұмыртқаның сарысын салып, араластырып аламыз. Ұнның үстіне салып, алдымен қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, одан кейін қолымыздың көмегімен бір келкі қамыр жасап алатын боламыз. Яғни қамыр бізде қатты қамыр болмайды, жұмсақтау қамыр болып шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, морозильникке 10-15 минутқа қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай морозильникке бізде осындай қаттылау қамыр дайын болып шығады. Оны видеодағыдай екіге бөліп, бір бөлігін осылай 4 бөлікке бөлетін боламыз. Алғашқы бөлігін осылай пергаменттің көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Одан кейін осылай формамызға қамырымызды орналастырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз бір келкі әдемі болып орналастырылып шықты. Одан кейін белок дайындайтын боламыз. Бұл бізде жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп алып, одан кейін аз-аздан қантымызды сала отырып, үлкен ақ масса болғанша миксерлейміз. Біздің белогымыз дайын, осындай әдемі болып шығады. Одан кейін жаңағы 4 бөлікке бөліп алған қамырларымызды жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз кезекпен кезек. Келесі кезекте формамызға жаңғағымызды және оның үстінен мейізімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сіздер өрік немесе басқа да жаңғақтардың түрлерін қоссаңыздар болады. Мен тек осы екеуін қосамын. Одан кейін дайын болған белогымызды үстіне салып, бір келкі етіп, осы қолымыздағы лопатканың көмегімен түзулеп алатын боламыз. Бір келкі болып шыққаннан кейін үстіне жаңағы жұқа қылып жайып алған қамырларымызды дәл осы видеодағыдай әдемілеп орналастыратын боламыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағатын боламыз. Одан кейін бетіне күнжіт немесе макты сәндік ретінде қолдансаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутқа салып аламыз. Ал біздің восточный пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда басқа да ыстық тағамдар, салаттар, сусындар, пирогтар және де бірнеше самсаның түрлерін таба аласыздар. Ал ендеше ас болсын.